Елестетіп көріңіз, бәрі жақсы басталады. Сіз серіктесімізбен жақындыққа дайынсыз, көңіл күйіңіз де дұрыс. Бірақ бірнеше минут өтпей жатып эрекция әлсіреп кетеді. Сол сәтте ер адам өзін ыңғайсыз сезінеді, сенімсіздік пайда болады, тіпті кейде үмітсіздікке де түсіп кетеді. Егер бұл жағдай сізге таныс болса, онда сіз жалғыз емессіз. Көптеген ер адамдар өмірінің белгілі бір кезеңінде дәл осындай жағдайды бастан кешіреді. Ең маңыздысы, бұл мәселе шешілмейтін нәрсе емес. Көп жағдайда оның нақты себептері бар, және оларды дұрыс түсінсеңіз, жағдайды айтарлықтай жақсартуға болады. Бүгін мен ер адамдар неге жыныстық қатынас кезінде эрекциясын жоғалтып алатынын түсіндіретін 7 негізгі себеп туралы айтып беремін. Сонымен қатар, ең бастысы, бұл жағдайды жақсартуға көмектесетін нақты ғылыми негізделген шешімдерді де талқылаймыз. Ең алдымен бір маңызды сұраққа жауап берейік. Эрекция ағзада қалай пайда болады? Көпшілік бұл жай ғана қозу деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бұл өте күрделі физиологиялық процесс. Барлығы жүйке жүйесінен басталады. Адам қозғанда ми жамбас аймағындағы жүйкелер арқылы арнайы сигналдар жібереді. Осы сигналдардың әсерінен ағзада өте маңызды молекула азот оксиді бөлінеді. Азот оксиді жыныс мүшесіндегі артерияларға әсер етіп, оларды босаңсытады және кеңейтеді. Соның нәтижесінде қан жыныс мүшесінің ішіндегі арнайы кавернозды денелерге тез ағып келеді. Қан көп келген сайын қысым артады, ал бұл қатты әрі тұрақты эрекцияның негізі. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, ағзада азот оксидінің деңгейі жоғары болған сайын эрекцияда соғұрлым тез әрі тұрақты болады. Бірақ мұнда тағы бір маңызды механизм бар. Қан тек келіп қана қоймай, сол жерде ұсталып тұруы керек. Ол үшін жыныс мүшесіндегі веноздық клапандар жабылып, қанның қайта кетуіне жол бермеуі қажет. Осылайша эрекция үш жүйенің үйлесімді жұмысы: жүйке жүйесі, қан тамырлары, веноздық клапандар. Егер осы жүйелердің біреуі дұрыс жұмыс істемесе, эрекция әлсіреуі мүмкін. Мен өз тәжірибемде жиі байқайтын бір нәрсе бар. Жасы ұлғайған сайын ағзадағы азот оксидінің табиғи өндірісі төмендей бастайды. Кейбір зерттеулер 40 пен 70 жас аралығында оның деңгейі шамамен 50%-ға дейін төмендеуі мүмкін екенін көрсетеді. Соның салдарынан қан тамырлары бұрынғыдай тез кеңеймейді. Артериялар ми жіберген сигналдарға баяуырақ жауап береді, ал бұл эрекцияның әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Бірақ жақсы жаңалық та бар. Бұл өзгерістердің көпшілігін дұрыс өмір салты арқылы түзетуге болады. Клиникалық зерттеулер кейбір табиғи заттардың қан тамырларының жұмысын жақсартып, азот оксидінің бөлінуін арттыра алатынын көрсетеді. Мысалы, француз теңіз қарағайының қабығынан алынатын экстракт қан тамырларының ішкі қабатын жақсартып, қан айналымын күшейтеді. Бұл әсіресе веноздық жеткіліксіздік деп аталатын жағдай кезінде пайдалы. Бұл кезде веноздық клапандар толық жабылмайды да, қан жыныс мүшесінен тез кетіп қалады. Соның салдарынан эрекция ұзақ сақталмайды. Ал тамырлар дұрыс жұмыс істегенде қан жақсы ұсталып тұрады және эрекция әлдеқайда тұрақты болады. Жалпы алғанда, потенция үш негізгі факторға байланысты: қан тамырларының денсаулығы, жүйке жүйесінің дұрыс жұмысы, гормондардың теңгерімі. Егер осы үш жүйе үйлесімді жұмыс істесе, ер адамның жыныстық қабілеті де жақсы болады. Енді сіз ағзада не болып жатқанын түсінген соң, эрекция неге кейде жоғалып кететінінде түсіну оңайырақ болады. Кейде бұған қан айналымының нашарлауы әсер етеді. Кейде жүйке сигналдары әлсірейді, ал кейде мәселе тек психологияда болуы мүмкін. Мен көптеген ер адамдармен жұмыс істей отырып, бір маңызды нәрсені байқадым. Көп жағдайда бұл мәселені бақылауға қайтадан қол жеткізуге болады. Енді жыныстық қатынас кезінде эрекцияның жоғалуына әкелетін 7 негізгі себепті біртіндеп қарастырайық. Ал бірінші себеп көпшілік мүлде ойламайтын нәрсе. Бұл гравитация. Дененің орналасу қалпы қан айналымына тікелей әсер етеді. Кейбір позаларда, мысалы, ер адам шалқасынан жатқанда және серіктесі үстінде болғанда, ауырлық күші қанның жыныс мүшесіне келуіне емес, керісінше, одан кетуіне ықпал етуі мүмкін.
Бұл әсіресе веноздық ағу мәселесі бар ер адамдарда байқалады. Мұндай жағдайда қан жеткілікті деңгейде ұсталып тұрмайды, сондықтан эрекция тез әлсірейді. Ал енді екінші маңызды себепке көшейік. Ол психология және ойдағы күйзеліс. Екінші себеп психология және ойдағы күйзеліс. Көп ер адамдар потенция тек физикалық процесс деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде жыныстық қабілеттің ең маңызды мүшесі ми. Егер ми толықтай қозу күйінде болмаса, денеде қажетті реакцияны көрсете алмайды. Зерттеулер көрсеткендей, эректильді дисфункция жағдайларының шамамен 60% психологиялық факторлармен байланысты болуы мүмкін. Әсіресе бұл жас ер адамдар арасында жиі кездеседі. Мысалы, жақындық кезінде ойымыз басқа жаққа ауып кетуі мүмкін. Кейбір ер адамдар дәл сол сәтте мынандай ойларға беріледі. Мен дұрыс жасап жатырмын ба? Серіктесіме ұнап жатыр ма? Егер эрекция жоғалып кетсе ше? Осындай ойлар пайда болған кезде ағзада мүлде басқа жүйке жүйесі іске қосылады. Бұл симпатикалық жүйке жүйесі, яғни күрес немесе қашу реакциясы. Ал эрекция үшін керісінше парасимпатикалық жүйке жүйесі белсенді болуы керек. Ол ағзаны тыныш күйге келтіріп, қан тамырларының босаңсуына мүмкіндік береді. Екі жүйе бір-біріне қарама-қарсы жұмыс істейді. Сондықтан, ер адам қобалжи бастаған сәтте ағза автоматты түрде эрекцияны ұстап тұруға қажетті процестерді тежейді. Сол себепті психологиялық жай-күй жыныстық қабілетке өте қатты әсер етеді. Үшінші себеп – жыныс мүшесінің сезімталдығының төмендеуі. Жас ұлғайған сайын ағзадағы көптеген жүйелер өзгеріске ұшырайды. Бұл жүйке талшықтарына да қатысты. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, 40 пен 70 жас аралығында жыныс мүшесінің сезімталдығы шамамен 30%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Бұл бірнеше факторға байланысты болады. Біріншіден, табиғи қартаю процесі. Екіншіден, кейбір аурулар, мысалы, қант диабеті, жүрек қан тамыр аурулары, қан айналымының бұзылуы. Бұл аурулар жүйке талшықтарын зақымдауы мүмкін. Үшіншіден, қан тамырларының серпімділігі төмендейді. Олар бұрынғыдай оңай кеңеймейді. Сезімталдық азайған кезде стимуляция да әлсірейді. Ал стимуляция жеткіліксіз болған жағдайда ми эрекцияны ұстап тұру үшін жеткілікті сигнал жібермейді. Соның нәтижесінде жақындық кезінде эрекция әлсіреуі мүмкін. Төртінші себеп – толық қозудың болмауы. Кейде ер адам физикалық тұрғыдан сол жерде болғанмен ойы мүлде басқа жерде болады. Мысалы, жұмыстағы мәселелер, күнделікті стресс, қаржылық уайым, қатынастағы қиындықтар. Осындай факторлар адамның көңіл-күйін төмендетеді. Егер ми толық қозу күйіне кірмесе, онда жыныстық жүйеде толық іске қосылмайды. Эрекцияның тұрақты болуы үшін қозу екі деңгейде болуы керек: физикалық және психологиялық. Екеуі бірге жұмыс істегенде ғана ағза қажетті реакцияны береді. Бесінші себеп – сәтсіздік қорқынышы. Бұл мен тәжірибеде ең жиі көретін мәселелердің бірі. Кейде бір рет эрекция жоғалып кеткеннен кейін ер адам сол жағдайдың қайта қайталануынан қорқа бастайды. Ал бұл қорқыныштың өзі жаңа проблемалардың басталуына себеп болады. Себебі қорқыныш ағзада стресс реакциясын іске қосады. Ал стресс кезінде жоғарыда айтқанымыздай симпатикалық жүйке жүйесі белсенді болады. Бұл жүйе эрекцияға қажетті процестерді тежейді. Сондықтан кейде проблема физиологияда емес, тек қорқыныштың өзінде болуы мүмкін. Көп жағдайда ер адам сенімділігін қайта қалпына келтіргенде мәселе өздігінен жойылады. Алтыншы себеп – жүрек және қан тамырларының проблемалары. Эрекция ең алдымен қан айналымына байланысты процесс. Сондықтан жүрек қан тамыр жүйесіндегі кез келген мәселе потенцияға әсер етуі мүмкін. Мысалы, жоғары қан қысымы, холестерин деңгейінің жоғары болуы, атеросклероз, қант диабеті. Бұл аурулар қан тамырларының ішкі қабатын зақымдайды. Ал жыныс мүшесіндегі қан тамырлары өте жіңішке болады. Сондықтан олардағы өзгерістер бірінші болып байқалады. Кейбір медициналық зерттеулер потенциядағы проблемалар жүрек қан тамыр ауруларынан 3-5 жыл бұрын пайда болуы мүмкін екенін көрсетеді.
Яғни, эрекциядағы өзгерістер кейде ағзаның жалпы денсаулығы туралы маңызды сигнал болуы мүмкін. Жетінші себеп – гормондардың өзгеруі, әсіресе тестостерон деңгейінің төмендеуі. Тестостерон ер адамдар үшін ең маңызды гормондардың бірі. Ол бірнеше маңызды функцияларды атқарады. Жыныстық құмарлықты реттейді, энергия деңгейін қолдайды, бұлшықет массасын сақтайды, эрекцияның сапасына әсер етеді. 30 жастан кейін тестостерон деңгейі жыл сайын шамамен 1%-ға төмендей бастайды. Бұл табиғи процесс. Бірақ кейбір ер адамдарда бұл төмендеу тезірек жүруі мүмкін. Соның нәтижесінде либидо азаяды, ал эрекция бұрынғыдай күшті болмайды. Енді ең маңызды бөлікке келейік. Егер эрекция әлсіресе, не істеуге болады? Ғылыми зерттеулер мен клиникалық тәжірибе көрсеткен бірнеше тиімді тәсіл бар. Алдымен қарапайым, бірақ өте маңызды кеңестерден бастайық. Енді эрекцияны жақсартуға көмектесетін нақты және ғылыми негізделген шешімдер туралы сөйлесейік. Көп жағдайда қарапайым әдеттерді өзгерту арқылы үлкен нәтижеге қол жеткізуге болады. Бірінші шешім – жақындық алдында қуықты босату. Бұл өте қарапайым нәрсе сияқты көрінуі мүмкін, бірақ оның физиологиялық маңызы бар. Толығу жамбас аймағындағы жүйкелерге қысым түсіреді, ал дәл осы жүйкелер эрекция процесін басқарады. Егер олар қысымға ұшыраса, жүйке сигналдары әлсіреуі мүмкін. Сондықтан жыныстық қатынас алдында дәретханаға барып, қуықты толық босату эрекцияның тұрақты болуына көмектесетін қарапайым, бірақ тиімді әдет. Екінші шешім – гравитацияны өз пайдаңызға пайдалану. Бұған дейін біз дене қалпының қан айналымына әсер ететінін айттық. Кейбір позалар қанның жыныс мүшесіне келуін жеңілдетеді, ал кейбіреулері керісінше қиындатады. Мысалы, ер адам тізерлеп тұрған немесе үстінде тұрған қалыптарда қан айналымы жиі жақсырақ болады. Бұл әсіресе веноздық ағу мәселесі бар ер адамдар үшін пайдалы. Дене қалпын дұрыс таңдау кейде эрекцияның ұзақтығына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Үшінші шешім – алдын ала қозуға жеткілікті уақыт бөлу. Көптеген жұптар бұл кезеңді асықтырып жібереді. Ал шын мәнінде алдын ала қозу жыныстық қатынастың ең маңызды бөліктерінің бірі. Егер серіктесіңіз толық қозған болса, сіз де табиғи түрде көбірек стимуляция аласыз. Бұл эрекцияны сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар, серіктесіңіз толық дайын болған жағдайда негізгі акт ұзаққа созылмайды. Бұл да эрекцияға түсетін қысымды азайтады. Төртінші шешім – алкогольден бас тарту. Көп адамдар алкоголь босаңсытады деп ойлайды. Бірақ жыныстық функция тұрғысынан ол көбіне керісінше әсер береді. Алкоголь орталық жүйке жүйесін баяулатады. Бұл эрекцияға қажетті жүйке сигналдарының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, алкоголь ағзаны сусыздандырады және қан көлемін азайтады. Зерттеулер көрсеткендей, тіпті орташа мөлшердегі алкогольдің өзі потенцияны 25%-ға дейін төмендетуі мүмкін. Сондықтан, жақындық алдында алкогольден бас тарту әлдеқайда дұрыс шешім. Бесінші шешім – ағзаға қалпына келуге уақыт беру. Оргазмнан кейін ағзада бірнеше маңызды процесс жүреді. Нейромедиаторлар қалпына келеді, гормондар қайта теңгеріледі, энергия қоры толтырылады. Бұл уақыт әр адамда әртүрлі болады. Бірақ 40 жастан кейін көптеген ер адамдар оргазмдар арасындағы бірнеше күндік үзіліс эрекцияның сапасын жақсартатынын байқайды. Кейбіреулер үшін 7-10 күндік үзіліс жыныстық төзімділікті арттыруы мүмкін. Алтыншы шешім – арнайы сақиналарды пайдалану. Кейбір жағдайларда механикалық көмекші құралдар пайдалы болуы мүмкін. Мысалы, жыныс мүшесінің түбіне тағылатын арнайы қысу сақиналары бар. Олардың мақсаты веналар арқылы қанның кері кетуін азайту. Бұл құралдар қанның жыныс мүшесінде ұзақ сақталуына көмектеседі. Егер дұрыс қолданылса, мұндай құрылғылар медициналық тұрғыдан қауіпсіз деп саналады және кейбір ер адамдар үшін тиімді болуы мүмкін. Жетінші шешім – қан тамырларын күшейту. Ұзақ мерзімді нәтиже алу үшін ең маңызды нәрсе қан тамырларының денсаулығын жақсарту. Бұл бірнеше факторға байланысты. Тұрақты физикалық белсенділік, теңгерімді тамақтану, салмақты бақылау, жеткілікті ұйқы. Сонымен қатар кейбір табиғи қосылыстар
қан айналымын жақсартуға көмектесуі мүмкін. Мысалы, цитрулин, L-аргинин анар экстракты, қарағай қабығының экстракты. Бұл заттар азот оксидінің бөлінуін арттыруға көмектеседі. Ал азот оксиді өзіміз білетіндей эрекция процесінің негізгі элементтерінің бірі. 8-ші шешім. Сезімталдықты қалпына келтіру. Егер жыныс мүшесінің сезімталдығы төмендесе, оны бірнеше бағытта жақсартуға болады. Біріншіден, гормон деңгейін тексеру. Тестостеронның төмендеуі сезімталдықтың азаюына әсер етуі мүмкін. Екіншіден, қан айналымын жақсарту. Қан тамырлары жақсы жұмыс істеген сайын, жүйке ұштары да жақсы қоректенеді. Үшіншіден, кейбір арнайы құрылғылар вибрациялық стимуляция арқылы жүйке рецепторларын белсендіруге көмектесуі мүмкін. Зерттеулер мұндай стимуляция азот оксидінің бөлінуін арттырып, жүйке сезімталдығын жақсарта алатынын көрсетеді. Қосымша маңызды ескерту. Қазіргі кезде нарықта потенцияны жақсартамыз деп уәде беретін көптеген өнімдер бар. Бірақ олардың барлығы бірдей тиімді немесе қауіпсіз емес. Кейбіреулерінде белсенді заттардың мөлшері өте аз болады, ал кейбір өнімдер мүлде тексерілмеген. Сондықтан кез келген қоспаны қолданбас бұрын, оның құрамын және өндірушісін мұқият тексеру маңызды. Ғылыми зерттеулерде жиі қолданылатын пайдалы компоненттердің ішінде мыналар бар. Цитрулин, мырыш пальметто экстракты, ашваганда. Бұл заттар қан айналымын, гормон балансын және стресс деңгейін реттеуге көмектесуі мүмкін. Ең маңызды нәрсе. Потенция мәселелері әдетте бір ғана себептен пайда болмайды. Көп жағдайда бұл бірнеше фактордың қосындысы болады. Қан тамырлары, жүйке жүйесі, гормондар, психология. Сондықтан ең тиімді тәсіл мәселеге жан-жақты қарау. Есте сақтаңыз, эрекция ер адамның жалпы денсаулығының маңызды көрсеткіші. Көп жағдайда жыныстық денсаулықты жақсарту жүрек жұмысына, энергия деңгейіне және өмір сапасына да оң әсер етеді. Егер сіз эрекциямен байланысты қиындықтарға жиі тап болсаңыз, оны жасырмаңыз және өзімізді кінәламаңыз. Бұл өте кең таралған мәселе. Ең бастысы, дұрыс ақпарат алып, денсаулыққа жауапкершілікпен қарау. Өзіңізге күтім жасаңыз. Себебі сіз өз өміріңізде сенімді, белсенді және қанағаттанарлық интимдік өмір сүруге әбден лайықсыз.